Менің аты-жөнім Талғат Қызысая. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы демек үшін, білімнің қайнар көзін Абайдан іздедім. Менің мақсатым Абай шығармаларымен сусындап, әр оқу жылы сайын 100 өлең жаттау. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей тісі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Қастырына қатарланып қайтса бермен, астында ақ шомшы жүр ол бір керуен. Қай ауылда көрсең де жабыраңқы, күлкі ойын көрінбейді сейіл серуен. Кемпір шал қызжан қағып бала бірсе, көңілсіз қара суық қырда жүрсе, кемік сие сорпа су тимеген соң. Үйде ет жоқ, тышқан аулап қайда көрсе, күздеу тозған отыр жоқ елдің маңы. Тұман болар, жел соқса шаң тозаңы, от жақпаған үйінің сыры қашып, ыстан қорқан қазақтың қырсың заңы. Рухани жаңғыру дәуірінде білімнің салтанат құруы басты мақсат. Білімді әрине кітаптан табасыз, сондықтан кітапты көп оқыңыз.